Аңшы хикаясынан Аюдың өті қайда. Авторы Әлібек Асқаров. Бұл ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдарындағы оқиға еді. Ерен ертеңгілік жұмыс бөлмесіне кірген бойда үстел үстіндегі көк телефонның қолдаяққа тұрмай безектеп жатқанын көрді. Қоңырау қала жақтан сияқты. Ауыл арасы дос-жарандардың телефон шырылы момақан, мүләйім болушы еді. Мынау үстемдігін сездіріп, тез ала қоймадың дегендей өктем, қызарақтаған ашулы, долы шалыс. Ұмтылып барып, Ерен телефонның құлағына шармасты. «Әй, қайда жүрсің?» деді арғы жақтағы тарғыл дауыс. Ерен Жұмағұлов аудандық аңшылар қоғамының төрағасы еді. Ал мына дауыс облыстағы өзінің тікелей бастығы Амантай Қалмақбаев екен. «Жұмыстамыз ғой». «Жұмыста болсаң былай, шұғыл тапсырма бар. Мұқият тыңдап ал. Құлағым сізде. Тағы бір мейман келе жатыр. Жақсылап қарсы алыңдар». «Қашанда дайынбыз ғой. Тағы шетелден бе?» «Енді қалай деп едің?» «Жапониядан. Өзіміз секілді қысық көз біреу екен. Бұйырсаңыз бопты». «Қайда салу керек?» «Аюға». «Тағы да аю ма?» «Өзіңіз білесіз, біздің жақта аю азайып кетті ғой. Бұл жапонға аюды қайдан табам?» деп Ерен қоңқылдай бастап еді. Бастығы: «Табасың» деп сөзім бөліп жіберді. «Ақшасын төледі. Лицензиясы қолында. Айлатып жатса да қалағанын тауып бер. Айтуына қарағанда оған сенің аюың да терісі де керек жоқ сияқты. Аюдың өті керек дейді». «Өті дейсіз бе?» «Иә, аюдың өті». «Терісі керек жоқ дедіңіз бе?» «Айтып тұрмын ғой, керек жоқ. Патша көңілін қиып жатса, терісін маған сыйла». Амантай бастығы қарқылдап күліп жіберді. «Қонақ қазір сен жаққа көлікпен шығады. Біздің мекеменің шопыры апарып салады. Арғы жағы сенің құзыретіңде. Жапонша тіл білуші ме едің?» «Проблема жоқ. Дүние жүзі аңшылардың тілі ортақ», деп Ерен байыппен жауап қатты. Жарайды. Біздікі әшейін қалжың ғой». «Тапсырмаңыз осы ма?» «Осы. Ұятқа қалдырмассың деп ойлаймын. Белгілі шаруа ғой». Ерен жайлап телефонның құлағын ілді де, жағын таянып ойланып отырып қалды. Хатшы қызды шақырып, Өрікбай Жайсаңбаевты іздетті. Өрікбай маңайдағы ауылдың бірінде тұратын кәсіби аңшы еді. Осыдан 3 күн бұрын учаскесін аралап жүргенде әлдебір сарайды көрген телефонмен хабарлағаны бар. Сол хабары рас болса, ол апам ұзап қайда кете қойды дейсің. Жүрген шығар сол маңайда майпаңдап, жемісін жеп, қыстық майын жинап. Мына шаруаны сол Өрікбайға тапсырғанды жөн көрді. Арада сағат жарым өткенде шашы желпілдеп, өзі елпілдеп Өрікбай кірді бөлмеге. «Өреке», деді Ерен аман саулықтан соң әңгімені алыстан тартып. «Осы сен маған мынаны айтшы. Біздің кәсіпкерлер неге аң ауламайды? Өстіп ылғи шетелдіктерге малай боп жүре береміз бе?» «Ой, Ереке, қиналып отырсыз ғой, не боп қалды?» Өрікбай бастығына қасын көтеріп, бір түрлі секем ала қарады. «Тағы бір шетел келе жатыр». Онда мәселе түсінікті». Өрекең сөз төркінін бағамдады да сорыла сөйлеп жөнелді. «Біздің кәсіпкерлер неге аң ауламайды дейсіз ғой баяғы?» «Олар аң ауламайды емес, аулайды. Бірақ олар шетелдіктер құсап лицензия сатып алмайды. Біздің кәсіпкерлер мен шенеуніктер аңды тегін аулағанды ұнатады. Сосын оларға сізбен біздің жолбасшы болып керегіміз жоқ. Өйткені олар тауқияға жаяу шыққанды, тырмысып тасқа өрмелегенді суқаны сүймейді. Олар аң біткенді вертолетпен аулағанды, төбеден Калашников автоматымен атқанды ұнатады. Екеумізге олар пішту деген баяғыда. Сондықтан да біз олардың келіп кеткенін көрмейде, білмейде қыламыз». Әріптесінің қияңқылау сөзін Ерен миығынан жымиып мұқият тыңдады. Көкеге қонатын, құлаққа жағатын сөз. Арасында ондай жағдайды Ереннің өзі де біледі. Біле тұра әдейі сұрап еді. Өрікбай ойнап айтса да ойындағысын айтты. Өзінің де, Ереннің де көкірегінде көптен қордаланған қыжылды шығарды. Кәсіпкерлер мен лауазымды бастықтардың аңшылығы туралы бұл өңірде алуан аңыз бар. Сөз қуғандай болып, ондайды тізбелеп қайтеді. Тек былтырғы жылы ішкі жақта аң аулап жүріп, апатқа ұшыраған тікұшақты еске алса да жетіп жатқандай. Бұғы қуалап жүргенде қапалағы самырсының бұтағына ілініп, тікұшақ оппа қарға топ ете түсіпті. Құдай сақтап, ұшақтары жарылмапты. Мертіккен де ешкім болмапты.
Бәрі дін аман құтылыпты деседі. Апат жайында басқалай мәлімет болмады. Оқиғаның егжей-тегжейі айтылмады. Болған жайды даурықтырмай, естігеннің құлағын шауып, көрген жанның аузын басып, ләм-мим түк жоқ, жылы шауып қоя салды. Сонымен жапондық интураңшының аты жөні Кацуо Мурасаки екен. Қырықтарға иек артқан орта бойлы, бұраудай тартылған таразы кісі. Қаланың көк түтінінде емес, даланың жел қаққан аптабында көбірек жүргені бет жүзінен, ширақ мінезінен көрініп-ақ тұр. Келген күні ауылдағы ағылшын тілінің мұғалима қыз арқылы суыртпақтап тілдескен болатын. Содан ұққандары Мурасаки сан аңшылықты кәсіп етпепті. Кәдімгі жер кезген әуесқой турист болып шықты. Өткен жылы интернеттен жапондықтардың да Алтайдан шыққанын оқыпты. Содан ұзақ дайындалып, бұл жақтың елі мен жерін көрсем деген әуесқой қызығушылықпен келіпті. Оған қосымша бір дәрігер досы, егер табылып жатса, Аюдың өтін ала келерсің дегендей өтініш айтыпты. Бар шаруасы осы екен. Қысқасы, әдеткі трофей аңшыларда емес, бұл кісінің келген келесі жұмбақтау, жүрісі бүліктеу көрінді. Көкбөрінің ұрпағымыз деп алаулатып, жалаулатқан түркі текті ағайын ғана емес, шығыстың қиырындағы кәрістер де, тіпті көк мұхиттың арғы жағындағы Американ үндістері де Алтайдан шығыпты деп ғалымдар кеңірдек созып даурығып жатады ғой. Мұна келген жапон азаматы да бабы жұртын аңсаған сондай лектен тәрізді. Мейлі, бола берсін. Ондай одағай сөз, тосын әңгімеге бұл жақтағы қазақтың құлағы әбден үйренген. Аю өтінен шығыс медицинасында, әсіресе Жапон елінде аса қымбат дәрі-дәрмек жасалатынын еренде естіген. Ол жайында бұл өңірде алып қаппа әңгімелерде баршылық. Осыдан бірнеше жыл бұрын аю өтін іздеп, Алтайға жапондық кәсіпкерлер келсе керек. Пысық қазақтар оларға сақтап жүрген аю өтін өткізіп, шаш етектен байып қалыпты. Дәндеген жапондықтар араға жыл салып, тағы да келеді ғой. Байлап қойған аюлар жоқ. Қазақтар енді не істейді? Кейбір жылпың ағайын тағы да ыржақтап олардың алдарынан шығады да, аюдың орнына бұқаның өтін өткізіп жіберіпті. Содан жапондықтар қайтып бұл маңайға аяқ баспай кетсе керек. Қазақтың да бизнесі сонымен тәмам болған екен. Күн табағы тайпалып, жамбасқа еңкейген шақта, бұлар шетелдік аңшылар үшін арнайы дайындалған кардонға құлаған. Кардон дегені қарағайдан қиып салған коттедж рәуішті қос бөлмелі қосалқы үйтін. Самаладай сап түзеген қайыңды тоғайдың ықтасын жағынан орын тепкен. Қасында шағын қара моншасы бар. Моншаның іргесінде сылдырлап мөлдір бұлақ ағып жатыр. Бұлақтың арғы бетінде омарташы кер жақтың жұпыны мекен жайы қараяды. Селдір сақал, седам шаш сүлкеген Селиван шал осы кардонның күзетшісі есептеген. Бұл мекенді ежелден Сиретчиха деп атайтын. Төмендегі ойқы-шойқы ойпанның ойраны шығып жатқаны байқалады. Қаусаған үйлер, қираған құрылыс, шаншылған діңгек, шашылған бүрене. Кезінде бұл ойпанда тіршілік қайнаған үпір-шүпір пәселке болған. Соғыстың бел қайыстырған қиын қыстау собалаңында. Одан бергі елудің еңсені езген қысалаң кезінде бұл өңірде жыл 12 ай ағаш кескен. Кескен ағаштарын бұқтырманың асау толқынымен арпалысып, Зырян қаласына сала қызған. 60-шы жылдардың соңына қарай ағашты дайындау мен тасу жұмыстары түгелдей механикаландырылған кезде поселканың көп жұмысшылары сандалып бос қалсады. Артынша леспромхоз атты мекеме құрылады да, Алтайдың бұл маңайдағы қарағай мен самырсыны ұстарамен қырғандай тақырланады. Сөйтіп жасыл желегі желкілдеген тау мен жота таздың кепешін киіп қала береді. Ағашы таусылған соң төбедей поселкенің де маңдайының бағы тайып азып тоза бастайды. Ақыр мұндағы қалың ел түгелдей ілгерінді кейінді етек жаққа көшіп кетседі. Қазіргі бұл аймақ алапес дегендей ала-ғұла, қаптаған қара томар, қара жағал қарқалар, шұбар бет шоқаттар. Кардондағы Нұрса мен Мерхат деген күтуші екі жігіт шаруашылықтың егерлері. Келетін қонақ туралы хабарды рациямен алған. Содан малын сойып етін асып дегендей елеңдеп күтіп отыр екен.
Бүгін осы арада аяқ жазып, дем алып, аю қарауға ертең-ертемен шығатындарын қонаққа ымдап ұқтырған болысты. Басқадай көңіл жазып, көсіліп сөйлесуге тіл құрығы жетпеді. Әйтпесе, Жапония жаңалықтарын естіп, о жақтағы аңшылардың шайынан әңгіме тыңдаса артық болмас еді. Дастарханнан соң Мурасаки-сан фотоаппаратын арқалап, төмендегі ойпатқа қарай кетті. Көшкен ауылдың қираған жұртынан не іздемек болғаны белгісіз. Қалған үшеуі ертеңгі аса қауіпті сапарға дайындыққа кірісті. Өрікбай көмекшілікке екі жігітті қоса ертіп, Мурасакимен бірге таң қараңғысынан атқа қонған. Нұрсанның аңшылыққа үйретіп жүрген Лайка төбеті де бұлармен бірге ере шықты. Сыңырая қылтамен үшеуі қаздай шұбырып, Махнатка тауын бауырлай тартты. Бұл жаққа салтат болмаса, машинадан қайыр жоқ. Тіпті кейбір тұста атта жүре алмайтын шатқалаң шатағы жетеді. Қоржындаған қара қорым, айқұш-ұйқыш жығылған ағаш, сида бұтақ, бақасы бақылдаған саз батпақ. Әнеугіні учаскесін аралап жүргенде, алыстан дүрбі салып, Тесная өзенінің қайнарындағы ойыстан әлде бір сараюды көргені бар еді. Тесная атына сай, таудың тар өңішінде қысылып, алқына аққан аса өзен. Өзен шатқалы жан баспаған жыңғыл тоғай, тасты қорым, жарбиған жарқабақ. Жалпы бұл маңайды ертеден патриарх Никонның реформасынан қашып-пышып, жер ауып келген раскольниктер мекендеген. Содан да болар, жер суаттарының бәрі тіл бұраған бөтен сөздер. Сонау 70-ші жылдардан бастап, старовер кержақтар да бұл арадан көше бастаған. Қалаға кетті, далаға кетті. Орыстармен сіңісіп, жан-жаққа тарап, таусылуға таяу. Қазір әр жерде бір омалып омарташы шалдардың отырғаны болмаса, қара ормандай қалың кержақтан тұқымда қалмай барады. Нарыққа ендік, мал табудың жөні осы екен деп, соңғы жылдары аңшылықты асыра жарнамалап кеткен тәріздіміз. Үкімет аңшылықпен мамырасып байып кететіндей жоспар жүктеп, міндет артып қоятыны ыңғайсыз-ақ шаруа. Соның салдары ғой, көктем мен күзде шетелдік аңшылардың бұл өңірді майлы шектей айналдырып алғаны. Жылтыңдап әр елден келгіштер көбейіп кетті. Беттер бедірейіп, ауыздар қисайып, тек қана бұғымен аюда тайды. Елік пен күдір сияқты майда шүйдені менсінбейді. Өстіп, бөтен жұрт атып азайтты ма, әлде майдан ашқандай мылтық даусынан үркіп жер ауып кетті ме, соңғы кезде Алтайда аю мен бұғы сирексіді. Баяғыдай емес, аңшылықтың өзі әрекеті көп, берекеті жоқ, тышқаншылаған тіршілікке айнала бастады. Әлгі аю да ойман асып кетпесе жүрген шығар, қыстық қорын талмап жинап, сол маңайды төңіректеп, лайым солай болғай. Әйтпесе босқа сандалып қорғайтар болса, атасы бөтен мына замат қазынаға құйған қаражатын санап тұрып қайтарып алады. Ондай жағдайда еренге сөз тиеді. Аңшылар қоғамы жұмысты ұйымдастыра алмай отыр деп, жігіттер де азнаулақ сияқыдан қағылады. Әдетте Алтайдың тұяқ таңы таң бозынан ашыққа шығады. Табиғат ұйқысынан әлі оянбаған беймезгіл шақта бой жазып, олар кебу тепсең жазы қалаптарда алаңсыз жайылады. Күн кірпігі қылтия қалың теріске қайыра кіріп кетеді де, содан ымыр түскенше күйіс қайырып, тырп етпей жатып алады. Ал аюдың қисыны басқаша. Аю үшін ең табиғатта қорқатын дәнеңе де жоқ. Өзі би, өзі қожа. Алтай құс ұйқысына ұзағынан дайындалып, талмап қылшықтап бойына қажетті май жинаумен болады. Сөйтіп ол күндіз де, түнде де жайбарақат жайыла береді. Мұндай саумал есті сарыла күзде аю мүлде бейқам, қорегіздеп қарының қамымен әбігер. Әлгі көрген сараю да арадағы 3-4 күнде барбаңдап алысқа ұзай қоймаса керекті. Бүлкілдеп сыңар соқпақпен келе жатқан Нұрсанның төбеті бір мезетте бұлт етіп ағаш арасына кіріп кеткен. Байқаса, қос құлағы ербейіп, тарғы жол баша тышқанды шиқылдатып қуып жүр екен. Қап, мына иттің жаман әдетке басуын қарашы. Бүйте берсе, ертеңгі күні тиінге салғанда алжасып, тиіннің орнына тышқанға өріп жүруі кәдік. Қос қанаттағы орман үшін көз қиығымен болжап келеді. Шырша басында түгіршік аш шыққан екен. Жыл аралатып, ағаштың да өстіп дем алатыны бар. Түгіршік аш шықса, тиін де азаяды. Тиіннің мүлдем жер ауып кететін жылдары да болады. Шыдайсың,
Оған дамалсыз көнесің, өйткені табиғаттың заңына қарсы тұрар адамда қауқар жоқ. Бобровка аңғарының арғы төрі бұлтың шонды кен қолаттың қалың теріске соғынған соқыр өзегін, оның оң жағындағы дөңкеген доғалтаудың жайылмасын дүрбі салып ұзақ сүзді. Бұлың мұнартқан адыр қырқаларды да көзі талғанша тінткіледі. Соңынан проходная асуын атпен асып, теріске тараптың күншілікке созылған қоян-жон бюраттарында шолып шықты. Бірер тұстан тастақ топыраққа түскен бұғымаралдың көмескі ізі болмаса, іздеген аю жер жұтқандай көрінбеді. Түс әлетінде секеген әлде бір қараша тастың түбін паналап, ықтасын тұсқа от жағып тамақ жылытты. Сораптап шай ішіп, бойға қан жүгіртті, жан шақырысты. Ен түзде қою қарашайдың өзі етке бергісіз дәмді болады. Жалпы тауда жүрген адам тамақ сау келеді. Содан ба жігіттер дастарханды жапырып жеді. Сағат жарымдай уақыт бел суытып, дем алғаннан кейін Өрікбай аттарды бұйыға арқандатты да, өзі 3 жігітті қасына жаяу ертіп, мінбелеген қалың қорымның арасымен таудың күн түскен күреңселі иығына қарай өрмеледі. Бұлар алдымен аюдың құм топыраққа баттыя түскен ізіне кезікті. Із жосадай жаңа. Жайдақ жотаның саргыдыр бөктерін біраз шиырлапты. Әр тұстан чөремша дейтін жабайы пияз қазып жепті. Қыстық жатаққа ішін тазлап жүрген жайы бар. Қазған жердің топырағы бусанып бұрқырап жатыр. Өрікбай аюдың жақын маңда екенін сездіріп, Мұрасәкеге түсіндірген болды. Қағылес, ұғымы бар кісі ғой. Ұқтым дегендей көзін жыпылықтатып есек қақты. Енді бұлар бұта-бұтаны сағалап, аңдап басып, асқан сақтықпен ылдилады. Көңіл шіркін күпті, жүрек мазасыз, жиі-жиі тоқтайды. Алақтап маңайды шолады. Елеңдеп тың-тыңдаған болады. Сыбырлап сөйлеседі, жыбырлап жылжиды. Жақын жерде аю жүр деген ойдың өзі адамды аяздай қалтыратады екен. Ауада сылбыраң желкін бар еді. Оның соңы қар ұшқынына ұласты. Өр Алтайдың бұл маңы ат тұяғы сирек түсетін алыс қиыр. Табиғаты шамшыл өңір. Желтен күннің қарлы бұранға айнала салуы ғажап емес. Аңшылар қыбырлап қозғалып сағат жарымдай уақытты ұтқызды. Қиыстағы әлде бір шұбат тұмсықты айнала бере сарсыла іздегендерін ақыры алыстан көрді. Қара орманның терістік шегіндегі жүргектей жасанда бір көрініп, бір жоғалып, түрніктеп жер қазып жатыр екен. Сырттан қарағанда жон арасы бұлтыңдаған алып көт шыққанға ұқсағандай. Жер арасының балын тапты ма, әлде құмырсқаның елеуін қопарып жатыр ма, белгісіз. Өрікбай дүрбі салып ұзақ тесілді. Өз көзіне өзі сенбей тұр. Тоңқаңдаған мына аю ана жолғыдан өзгешелеу секілді. Ол көрген саралы еді. Атан өгіздей арбиған алпауыт еді. Мынасының түсі қара қоңыр. Тұрпаты да кішілеу ме қалай. Байқауынша үш құстаған маймақтабан. Мейлі ғой. Сарысы не, қарасы не айырма жоқ. Жапон іздеген өт аю атаулының бәрінде бар. Аю байпаңдап үйісқан шоқ бұтаны айналып кетіп, көп күттірмей шыр айналып бүйір тұстан қайта шықты. Сәтін салғанда жел алмас шақты екен. Әзірге ештеңе сезер емес. Тоңқаңдап жер қопарып, тамыр қазып, қу тамақмен әуре. Қар ұшқыны қоюланып барады. Өрікбай көз қиығымен жоғарыны болжаған. Таудың таз басы әппақ кепеш киіп үлгеріпті. Бұлар төмендегі мұк басқан қожыр тасты сырттан айналып, орман шегіне ылдилап еді. Аюдан 150 метрдей жерден шыға келісті. Нұрса мен Мерхатты Өрікбай осы арада қалдырды да, Мұрасәке екеуі жамбастай жылжып, төмендегі қызыл тобылғының түбін барып паналады. Енді аю мен екі ара, ары кетсе 100 метрдей ғана жер еді. Көздемей атсаң да қапы қалмас жақын аралық. Азулы жыртқышқа бұлайша тым жақындаудың өзі зор қауіп. Содан ба құрғырдың сұсы мысын басып, жон арқасы мұздағанын сезді. Өзін-өзі сабырға шақырса да, демалысы жиілеп, жүрегі кеудесін жарып шығардай-ақ дүрсілдейді. Жапон жігітінің де жіпсік көзі жыпылықтап, үкідей үрпейді. Мойнын ішке тартып, басын бұға береді. Қорқатын дәнеңе жоқ дегендей Өрікбай оған бұрылып ыржиған болды. Ымдап, ыңғайлана жатқызды да атуға дайындады.
Аңшылық өнерден хабар бар ғой, үн шығармай, Винчестердің сатворын шықылдатпай, жайымен тартты да, асықпай көздей бастады. Сәтін салса, азаматтың жолы болады. Егерде оған қапы кетіп, осечка беріп қалса, сақадай сай, өрікбай жатыр қасында. Аю басын көтеріп, тұмсығымен жел алды да, көлденеңдей бұрылып құлағын тікшитті. Бірдемені сезген сыңайда. Енді кідіруге болмас. Өрікбай жапондыққа белгі беріп, жайлап иығынан түртті. Мурасаки де осы оңтайлы сәтті пайдаланып, татыр қолтықты нысанаға ала атып жіберген. Аю ұзандай ақырып, айғылақтана атып тұрды. Мылтық даусының қай жақтан шыққанын біле алмай аталақтады. Екі аяқпен тұра келген мезетте тілеуің бергір Мурасаки тағы бір атып жіберсін. Бұл жолы оқ қылаң төске дөп тиіп, бұрқ етіп, шапшылаған қап-қарақан көрінді. Тау іші мылтық даусымен жаңғырғып, оған аюдың құлақ тұндыра бақырғаны қосылып, төңірек азаң-қазаң болды да кетті. Іле Өрікбай да аюдың жүрек тұсын қарауылға алып, бесатардың шүріппесін басып үлгерді. Екеуі де жанды жер, талма тұстан тигізген сияқты. Өйткені аю өгіздей өкіріп барып, омақаса құлады да, құрқырай сұлап сылық түсті. Сол бойда тұрып етпей қимылсыз қалды. Бұлар бірден тұрып кетуге жүректері дауаламай, орындарынан тапжылжымай біршама уақыт бақылап жатты. Аю қимылсыз, ешқандай қозғалыс байқалмады. Жаңағы үш оқ батырыңды сеспей қадырған тәрізді. Өрікбай жайлап орнынан тұрып, үсті басына жабысқан қар мен шөп шаламды қақты да, қошемет білдіріп, Мурасакидің қолын қысты. «Маладес», деді жылы жымиып. Жапондық та балаша мәз, қос қолын қусырып, иіліп, тағзым етіп жатыр. Өз тілінде шүлдірлеп бірдеңе дейді. Жоғарыдан ыржаң қағып асалаңдап, Нұрса мен Мерхат жетті. Олар бәрін сырттан бақылап жатқан екен. Бас бармақтарын қайқайтып, қонақты мақтап, кезек-кезек құшақтаумен болды. Аңшылық өнердің барша бақыты да, мағынасы мен маңызы да осындай қуанышты сәттер ғой. Дабырлай сөйлесіп, төртеуі де өлген аюға қарай жылжыды. Нұрсан өз алдына бірдеңені айтып, қарқылдап мәз болып келеді. Мурасаки мылтығын иығына асып алған. Екі жігіттің алдартына шығып, сыртылдатып, суретке түсіріп жүр. Қолын оңды-солды сілтеп қойып, ол да өзінше сөзге араласқан болады. Өрікбай маңайдан таяқтық ағаш іздеп еді, көзіне ештеңе шалынбады. Бұл төңіректе таста жоқ екен. Үйісқан көк шалғын, шымдауы тұлтан. Жарайды, өлер аю өлді ғой, деген оймен айналып, төрт аяғы төрт жақта жарбиып жатқан аюдың алдынан шықты. Алтайдың алыбы етпетінен түсіп, бақаша жерге жабысып қалыпты. Өзі жұнттай болып семірген екен. Күдіш жоны күдірейіп, қылшық жүні жауған қармен шағылысып жылт-жылт етеді. Шүкіршілік атартып, алыстан келген азаматтың жолы болды. Мұна қоңыр аю мақтауға да, мақтануға да лайық олжа. Өрікбай аюға тақай түсіп, етігінің басымен тұмсықтан түртіп қалды. Сол содақ екен, тарбиып өліп жатқан аю кілмейіп, көзін ашсын, ашты да, басын әнтек көтеріп, күркірей гүр ете түсті. Өрікбай шошына ыршып, шегіне бергенде шалқасынан шалына құлады. Қолындағы мылтығы да ұшып былай кетті. Жаралы аю сүйретіле ұмтылып барып, Өрікбайды аяқтан бас салды. Тырнағы қызыл асықтан ілініп, етігінің өкшесін жаншып қалды. Сояудай тырнақ шеңгелдеп жіберер емес. Тілі құрғыр байланып, айғайлауға да мұршасын келтірмеді. Аю азуын ақситып, ақыра ұмтылған сәтте аузына тобылғы сапты дойыр қамшысын бойлата тығып жіберді. «Ойбай, өлдім», деді қарлығып. Аузы құрғап, үні өзінен аспай қалды. «Атыңдар, ойбай», деп артынша бар даусымен шыңғырып жіберді. Ана үшеуі көздері атыздай айналып, ауыздарын ашып, анадайда бақшиып қапты. Қас пен көздің арасында апай-топай не болғанын ұқпай тұрған секілді. Мурасаки мылтығы иығында, фотоаппаратын құшақтап, шегіншектеп барады. Осы мезетте жоғарыда қалған төбет арсылдап шауып келіп, аюды айналып абалай жөнелді. Төбеттің келгені Өрікбайға күш қуат бергендей болып, жан дауысы шыға ойбайға басты. «Атыңдар, сұболыштар, не қып тұрсыңдар?» Нұрса мен Мерхат енді ғана ұйқыларына оянғандай серпіліп, жалма-жан мылтықтарына жармасты. Құлақты тұндыра
тарсылдатып атқылап жатыр. Аю Өрікбайдың аяғын босата бере, өгіздей өкіріп аунап түсті де, сол қалпы қимылсыз қалды. Өрікбай болса төрт аяқтап жер бауырлай қашып, анадайдан ақсаңдай басып тұрып кетті. Қараса, аю етігінің өкшесін жұлып, ұлтанын айырып жіберіпті. Қонышы да сүйем қарыс жытылған. Белтірі ырсиып қапты. Бір ажалдан Құдай сақтаған сияқты. Алмас тұяқ балтырдан ілінгенде қарасанды жұлып алғандай екен. Аңқасы кеуіп шөлдегенін сезді. Тілі таңдайына жабысып қалғандай. Буын-буыны босап, тірсегі дірілдейді. Басы мәңгіріп, жантая кетті. Құрғырдың айбары соншалықты зәрлі болар ма? Көзі шортақтап тоқтамай, аю жаққа бет бұрудан да жасқана берді. Мурасаки Өрікбайдың пәрше-пәршесі шыққан етігіне үңіліп, сипалап көрді де, қайран қалып, бірдеңе деп сөйлеп тастады. Нұрсан оны қолтығынан жетелеп, теңкиіп жатқан аюдың қасына барды. Тізе бүктіре отырғызып, мылтығын қолына ұстатты да, жан жағынан суретке түсірді. Ескерткіш үшін деп шеттен келген аңшылардың бәрі өстейді. Өрікбай аяғының қақсап ауырғанын енді сезе бастады. Аюды сойыңдар, деді Нұрсанға. Терісін сыпыр, өтіне абай болыңдар, бөлек кесіп алыңдар. Көтергенше етті екі атқа өңгеріп, селиван шалға апарып беріңдер. Нұрсан жарым сағаттай жоғалып, төмендегі аттарды жетелеп алып келді. Аюды Мерхат екеуі шалқасынан шатқызды да, білек сыбанып, екі жақтап союға кірісті. Мурасакиде шыр айналып, аюдың аяқ қолын ұстап, көмектескен болып жүр. Оқта-текте Өрікбай жаққа қабақ астынан қаймыға қарап қояды. Өлім аузынан қалған жаңағы жан таласқа өзін кінәлі сезінетіндей. Арада сағатқа жуық уақыт өткенде жігіттер буын бұрқыратып, аюдың терісін іреп сыпырып ақтастаған. Кеудесін шарып, шек қарнын ақтарып жатқанда, Нұрсан әлденеге таңданған кейіпте сілейіп тұрып қалды. Өті жоқ, деді дауыстап. Сөйтті де бозарған жүзбен Өрікбайға одырая қарады. Бұл кезде етектегі қойнау қалатты көлеңке жауып, аспанда, жерде әппақ мұнар астында көміліп бара жатқан еді. Өрікбайды екі жігіт сүйемелдеп, қолтығынан демеп атқа мінгізді. Содан ілбіп басып, қас қарая етектегі кордонға жеткен. Жол бойы Өрікбай ерен бастығына қай бетімен көрінерін білмей, нендей уәж, қандай сылтау айтарын ойлап басы қатты. Аяғының ақсап, шойдаңдап қалғаны мынау. Тырнағы тиген жоқ сияқты еді, бәрібір қызыл асықты мытып жіберіпті. Қақсап қинап келеді. Тәжірибесі молынан жететін кәсіби аңшының осыншалық білместік жасағаны, жаңсақтық жібергені естіген жаннан ұят екен. Жалпы, аюды атып өлтірдім дегеннің өзінде аңшылар оны алыста тұрып, оның өзінде шошаңдап алына шықпай, ат жағынан, ұзын шыбықпен арқасынан түртіп байқайды. Немесе жасырын тұстан кезек-кезек тас тақтырады. Сол кезде аюдың желке жүні қыбырлап, шүйдесі жыбырлап, жымиған құлағы тікшие қалса, аю әлі тірі, бойында әлі жаны бар деген белгі. Жаралы аю қашанда кекшіл, жынын шашқан ашулы, сондықтан өрескелі қауіпті. Ал ашулы аю бойынан жаны шығып өліп бара жатқан сәтте де қайыра атып тұруға қуат табады. Атып тұрып аңшыны пәршелеп тастауға қайраты да, күші де жетеді. Баяғыда енесін браконьерлер атып кеткен жетім қонжықты үйге әкеліп асырағаны есінде. Маусымның бас еді, қонжық кішкентай, ары кетсе 3 айлық болар. Соның өзінде қызықтап құшақтаған кезде құшағыңды жазып жіберетін. Қашадай қонжықтың өзіне ересек адамның күші жетпей қалатын. Оған қарағанда мынау тарлан тайынша ғой. Бұлардың бұлшықтары еттен емес, құйған құрыштан дерсің. Өрікбай соның бәрін біледі. Біле тұра жаза басқаны масқара болды. Сол үшінде іштей күйзеліп, қабағы түсіп, тілін тістеп келе жатты. Керзеттігін тарпылдатып, есіктен шойнаңдай кірген Өрікбайды ерен бастығы жадырай қарсы алды. Ақсақ аяғына бір қарады да, аттан жығылдың ба? Тастан құладың ба? Аяққа не болған? Деп ебен жарқын амандасып жатыр. Өрікбай орындыққа жайлап жайғасып, әңгімені неден бастарын білмей тұтықты. Я, сонымен аю алдыңдар ма? Деді ерен. Алдық, бірақ өті жоқ, деді Өрікбай төмен тұқырайып. Өті жоқ деген несі? Өті жоқ аю болушы ма еді? Ерен Өрікбайдың бет жүзіне күдіктене көз жүгіріп өтті. Сендер осы жылқатып жүрген жоқсыңдар ма?
Өрікбай көзін жерден алып басын көтерді. Олай емес, өті бар. Бірақ өтіне оқ тиіп ағызып жіберіпті деді. Қалайша? Байқамадыңдар ма? Аюды шоқпен шыққан сияқты едік. Өлді екен деп жетіп барсам, мені сирағымнан басы салғаны. Етігімді жұлып алды, жазым ете жаздады. Біздің екі жігіт сасқан жерде бүкіл абоймаларын атып жіберіпті. Бүкіл абойманы дейсің бе? Иә, бүкілін. Сонда қанша? Нұрсанның кавалериялық карабині 5 оқ. Мерхаттың СКС карабині 10 оқ. Алдында атылған 3 оқты қосқанда 18 оқ атылып кетіпті. Мәссаған, майдан ашқан екенсіңдер ғой. Өйткенше пулемет ала шықпадыңдар ма? Ерен мырс ете түсті. Өрікбайдың жүзі нарттай қызарды. Басеке, солай болды ұят. Терісі де шұрық тесік, түкке жарамайды. Кешірім сұраймын. Еренің түсі соңқырап, ойға батып, орындықтың арқасына шалқалай серпілді. Сонымен жапондық азамат бос кететін болды ма? Жағдайды өз көзімен көрді ғой. Аюды бірінші оп атқан өзі. Реніші бола қоймас. Ерен әр ауылдағы аңшы әріптестерімен хабарласып, Аюдың өтіне сұрау салған. Карабиха поселкесінде Назар Панкратов деген қорбаңдаған кержақ шал тұрушы еді. Жасы 70-тің 5-нен асса да, тау мен тайғаны кезіп, түс тентіреуін қоймаған сұңғылаң шының бірітін. Сәтін салғанда кептіріліп, салқын жерде сақталған аю өті сол кісіден табыла кетті. Назар шалды Карабихаға Еренің өзі арнайы іздеп барып, аюдың өтін аттай қалап алып келді. Соңынан оны құндақтап орап, жапондық азаматты риза етіп, жолына салып берген еді. Әңгіменің соңы.